Экс жүзімдік Аружан Алақаева қайтадан сахнаға оралады. Ал өткен жылы күтпеген жерден топтан кетіп қалған әрекетін Ару былай түсіндірді. Жалпы бізде соңғы кезде түсініспеушілік болып қалды. Шағын продюсер мен топ арасында соған байланысты осындай нәтижеге келдік. Өзімнің атымнан ғана айтайын. Шамалы сол жағдайдан кейін эмоцияға беріліп, осындай шешім қабылдаған едім. Нақты продюсері Асыл Айдармен қандай түсініспеушілік болғанын Ару әлі де жасыруда. Бірақ Аружан үшін 2019 жыл оңай болмаған. Мен осы жүзімнен кеткеннен кейін кішкене жоғалтып алдым өзімді. Немен айналысатынын білмей, кішкене YouTube канал аштым, блогер боламын деп ойладым, бірақ сахна болғаннан кейін, сахнаны көргеннен кейін жүрек шақырады екен сол сахнаға. Айтпақшы, экс-продюсеріңмен қарым-қатынасты қайта орнату жайлы ой бар ма? Бәріміз бір ортада жүргеннен кейін, менің ойымша міндетті түрде тіпті адами тұрғыдан да кешірім сұрап, кішкене ортақ тіл табу керек сияқты деп ойлаймын, бірақ оның әлі уақыты келген жоқ деп. Ал шоу-бизнеске тағы да қадам басқан әншіге жақындары көмек көрсетуде. Қазіргі кезде мен ешқандай лейблда емеспін. Ең бастамасы болғаннан кейін анам бірінші жолы аяғыма нық тұрмаған кезге дейін мені қолдайды. Ары қарай уже өзім жалғастырам барлығын. Бірақ Аружанның көзі түскен продюсері бар. Ерлан Әлимов продюсер өте қатты ұнайды маған. Сол кісімен жұмыс жасауға ұнар еді негізі. Демек, продюсермен жұмыс жасауға алғашқы қадам жасаған боларсың. Дәл қазір Ерлан мырзаның кастингін айтып жатырмыз. Жоқ, ол кастингқа қатыспадым, себебі өзіміз жұмыс бастап кеттік. Содан кейін, енді бастағаннан кейін аяқтайық деп шештік. Ал бейсенбі күні Аружан қолға алған жұмысының алғашқы жемісін көрсетпек. Әнім сүйем деп аталады. Сүйем, және де сүй ол ем. Авторы мәтін жазған Кайл Рух, әуен құрастырған Кайл Рух пен Олжаснай, және аранжировкасы Олжаснайдікі. Бірінші әуенім болғаннан кейін білікті мамандарға сенуге жөн көрдім. Жігіттердің еңбегіне қалтаңнан біраз қаражат жұмсаған боларсың. Жақсы жұмыс атқарылды негізі. Соған тиесілі бағасын бердім. Әнмен бірге Аружанның тыңдармандарына ұсынар бейнеклипі де дайын. Оны 12 наурыз күні тек Ак арнасынан тамашалайтын боласыздар. Күтіңіздер.